Жарнамадан оралды. Қосылайық жобасы бізде жалғасуда. Ортада әлі де Нұрсұлтан мен Ақмаржан отыр. Нұрсұлтан таныстықты тоқтатқандай болып көрінді. Оған Ақмаржан неге? Менің қай жерім сізге ұнамады? Әлде бұған Гаухардың қатысы бар ма деп жатыр. Нұрсұлтан шаршап қалған сияқтысыз. Жаңа хан байқаған, мен тоқтатуым өте қиын негізі бар ғой. Жоқ, Гаухардың қатысы мүлдем жоқ. Гаухар мен Аслан. То Гаухар, то Ұлбосын, то Жұлдыз. Жоқ, қасынан Жұлдыздың басқаның қатысы жоқ сияқты. Ұлбосын стористерін сала береді, на видеоны көрдіңіздер ма? Бір қарасаң, Қосылайықтың стористерін қарасаң, Жұлдыздың қасынан шықпайды, Жұлдыз қашып жүреді, одан мұны артынан жүреді. Мен көргенде маған қалай болды ол? Жоқ, сен менің жұбым емессің ғой? Мен солайдан қызғанбаймын. Жоқ, сен таныстықсыңдар. Мен не, біреу отношениямыз бар ма не? Жоқ, сен үйтіп маған үйтіп пизвилять ететін. Жоқ, неге Жұлдыздың артынан? Неге сіз? Неге Мұса жүрмейді? Неге Санжар жүрмейді? Неге дәл сіз? Всегда қасында, всегда қасында. Мен бұл жерде қызғанып тұрған жоқпын. Просто келген үміткерді сыйлау керек бұл жерде. Білмеймін. Сен басқаша болып барасың, айтып жатырмын ғой, сыйластық қалсын арамызда деп те. Не айтып жатсың мысалы үшін қазір бар ғой? Ол теманың бәрі мен саған сөйлесіп тастадық қой не күні? Ол Жұлдызда, Ұлбосында, ана отырған кезде сөйлестік қой, кіммен кім, қалай араласам, не араласам, бәрін сөйлестім ғой. Мен саған даже ант бердім ғой былайынан Алланың атымен. Жоқ арамызда ешнәрсе, егер сол нәрсені маған қайталап жаза береді да, Ұлбосын, Жұлдыз, Ұлбосын деп те. Айналайын, жоқ, қасынан шықпай жүресіз, қалай ойлайсың? Алдында отырады. Жоқ, енді ол қасында жүрген, 24 сағат қасында жүрген жоқпын ғой, просто моменттерде камераға түсіп қалған, сонда түсіп қалады. Всегда моментті Жұлдызбен түсіп қаласыз ба? Бір-ақ рет болған ғой. Қайдағы бір-ақ рет? Жаңа хан, мен осы жерде Нұрсұлтан қорғай кетейінші. Мұндай ситуация өзімде түсіп қалғанда, Ақмаржан араласатын ортамыз осы кісілер. Осы құрметті кісілермен біз жақсы араласамыз, осылардың қасынан болған кезде нечаянно түсіп қаламыз ба, әйтеуір ілініп қаламыз сондай моменттерге. Жоқ, негізі айта кетейін. Бұл сөзіне сен. Если осы жерде отыратын немесе басқа біреуде ойыңыз бар болса, ашық барып өзіне айтқаныңыз дұрыс. Жоқ, ұнатпаймын деп, олай мойындамай жүрген дұрыс емес. Көңіліңіз бар ма? Көп ақыл айтпады, Ақмаржанда талабыңызды өзгерт, бар ұнатама айт деп. Мен не істейтінімді Құдайға шүкір басым істейді. Жоқ, мен әжде Диана ханым Нұрсұлтанды Мұсантты түсініп отқан жоқпыз, иә? Бәріміз білеміз ғой, сен артта жүретін Жұлдыздың артында. Жұлдыз сенен қашып жүретін, ол анық, иә. Жарайды, это не моя проблема, иә? А Гага при чем тут? Сіз не айтқыңыз келді сол кезде Гаухарға? Анонстан көріп жатырмын ғой. Өйткені сен бастадың Гаганы. Мен не бастадым? Сүлекейің сүртіп, вот, мен шындықты бетіңе айттым сені. Шындық емес. Даже енді үміткерім бірдеңке айтып жатыр, тұрақтыр, мен үміткерге сұрақ қояйыншы. Сіз неге Гаухарды қызғадыңыз? Мен айтып жатырмын, анонстан қайта-қайта қалай сұрамайсың? Араларында не бар деп сұрағым кеп тұр. Сіз не бар емес, сіз бірдеңке бар сияқты сұрадыңыз ғой? Значит, бар. Жоқ, сен не айтып жатсың? Сіз сенімдісіз бе? Мүмкін. Қаяқтан мүмкін? Қандай доказательство бар сізде? Жігіт ғой? Анонстан басқа, просто рекламадан көріп қойдыңыз, болды ма не? Болды ма, сол ма? Көріп жатырмыз ғой, көріп жатырмыз. Ештеңе жоғын сіз дәлелдеп беріңізші онда. Мен не үшін дәлелдеймін? Дәлелдеп беріңіз. Мен не үшін дәлелдеуім керек бар екенін? Қыздар, жігіттер, менің ойымша нүктесін қою керек, өйткені бара-бара. Тоқтатқым келеді, мен ойымдағы адам емес екен. Диана ханым, көріп отырсыздар ғой, қанша жерден сыйлап, қанша жерден көліне қарап отырмын. Негізі мен өзімде осындай жағдай болмасын деп алдыңғы не сияқты отдаляться етіп жүрдім. Оны өзі сәл-сәл болсын түсінші деп та. Қалай былай да істедім, былай да подход, бір андай не істемедім. Ұлбосын, Жұлдыз деп айтты, ант бердім Алланың атымен. Егер саған сондай сомненияң болса, мен мына жақта осы жерде бір роман істеп жүріп, үміткерді былай ойнатып, сен ондай нәрсеге вообще Жоқ, егер бұл ортада біреудің арасында бір нәрсе болса, бір болмасын бір қатысушы әйтеуір айтып қалатын еді. Бұлардың арасында бір нәрсе бар, сіздер неге жасырып жүрсіздер деп, Санжар бастайтын еді. Сондықтан Нұрсұлтан таныстық тоқтайды, үміткеріңізді күтуді жалғастырасыз, бірақ талабыңызды өзгертпейсіз. Былай айтайыншы, Диана ханым. Қалай? Негізі талабым сол да, сол талапта болса қуанам ғой. Бірақ осында ажырасқа келгенде ойланам да, мен де мысалы үшін ажырасқам ғой. Неге сөйлесіп көрмеске, неге үйтіп көрмеске, может былай деп, бәрібір сөйтіп сөйлескім келеді да. Негізі андай талап сол талап қой, бірақ бүйтіп тура соғы ұнайды, ғашық болам, о талапта тұрған шашық. Түсінікті, жарайды, Нұрсұлтан, орныңызға жайғасыңыз. Нұрсұлтан
Нұрсұлтан, жеуге желаниең кетіп қалған сияқты. Диана ханым, осын редакцияға берсем қалай болады? Жоқ, өзіңіз жеңіз. Мен жоқ, қойшы. Шын ниетпен әкелді. Ауыз тием ғой. Оны сізге алып келді, редакцияға емес. Просто андай қандай сыйластық, қандай сөйлесіп жүрдік та қазір істеп кеткен тірлігі. Жоқ, шыны керек бар. әп-әйбат Темірлан қыздың редакцияға жеткізбей ақ өзі тауысады. Ас болсын. Диана ханым әп-әйбат қыздың жыны шығарды да, енді пирогын жемеймін дейді ғой. Не істеді? Біз жалғастырайық, иә, одан да эфирді. Онсыз да сіздер біраз отырып қалдыңыздар ортада, және ол үшін мен ортаға Ерасылды шақырам. Иә, соңғы күндері мүлдем көңілі болмай жүр. Өйткені Дарина мен де араларында біраз кикілжің мәселе пайда болды. Кеше маған түнде Дарина хабарласты. Өзі Ерасылмен мүлдем сөйлесіп жүрген жоқпыз. Ол маған соңғы эфирден кейін әлі де ашулы. Мен Астанаға кетіп бара жатырмын, және мүмкін болса ертең эфирге келіп айтарымды айтып кетейінші деді. Жарайды, келістік, және дәл қазір келді. Сіздер бірақ сөйлеспедіңіздер. Кеше ғана сөйлестік, кешке жақын болды. Содан кейін бәлкім бізге жазған шығар. Олай болса Даринаны шақырайық. Дарина? Муса, пожалуйста, давай не будем так. Ты барлығын, ты причину не знаешь, что творится и так далее. Онда айтсаңдаршы, Дарина, қалайсың? Сәлем жоқ, кеше отырдың. Жоқ, просто мен кірдім, сен сразу. Қайырлы күн, Диана ханым сәлеметсіз, қасша сәлем барғана Ерасыл. Сәлем. Қалайсыздар? Дарина, не айтасың бүгін? Оның алдында эфирде мен түк айтқан жоқпын. Грубо говоря, сказала то, что Ерасыл всем виноват. То, что осы жерде таныстық тоқтайды деп айттым. Ол қалай десем барлығы эмоцияның арқасында болды. Ерасыл өзі түсінген жоқ, өйткені мен оған айтқан жоқпын. Қатысушылар да білмейді. Мама да өзі кеше ғана білді. К Ерасылу никаких абсолютно претензий нету. Ерасыл өте жақсы бала, мен оны сыйлаймын. Осы күнге де жақсы көрем. Просто менде кішкене, қалай десем, депрессия болып кетті. И я не знала, с чего начать. Ерасыл тоже не знала, с чего... Я, короче, ждала, как сказать, что решится. Мен бүгін Астанаға кетем. Астанаға жай, жұмыс? Я маме не говорила, до Нового года были проблемы со здоровьем, он айтқан жоқпын. И Ерасылға тоже толком не говорила, то, что проблемы. И боялась то, что Ерасыл отвернется от меня. Думала, лучше самой все прекратить. Вот. Дарина. Денсаулыққа байланысты деп қалдың, барлығы жақсы ма? Айтам ғой, Дарина, қандай жағдай болсын. Есінде ма, екеуміз танысқан кезде, осы жаққа сен үміткер болып келген кезде, осы мәселеде екеуміз сөйлескен болатынбыз жеке отырып. Сен өзің айттың, ашып, что аяғымда осындай нәрсе бар деп. Мен айтқам саған, егер де шыны керек өтірік айтқаным болатын болса, Алла куәға, сен білесің ғой мен не деп айтқанымды. Қандай жағдай болсын, маған ол нәрсе маңызды емес, ең бастысы бір-бірімізді жақсы көріп кететін болсақ, ол нәрсеге ешқандай нәрсе жоқ, оны бірге женеміз деп. Сен сол нәрсені бетін ашып айтпайсың. Мені кеше шыны керек, соңғы эфирден кейін де мен жынды болып қалдым. Кеше мен саған түнде де звондап айттым. Дарина, андағы қылығың не? Не болып жатыр? Сен айтсашы дедім. Осы күнге дейін мен саған любой поддержка жағынан қандай жағдай болсын, мен сен поддержить етемін деп айтқам. Бірақ келдіңде не үмін жоқ, не үн жоқ. Мен шыны керек дым түсінбей қалдым мен. Мысал кебап сендер кино ойнап отырсыңдар дейді. Қайдағы кино? Мен шыны керек сенің айтқанда жоқсың ғой, сен даже денсаулығың бір не болып жатқаның. Дарина, сен прекрасно Ерасыл мен мамаға да айтқан жоқ, мама кеше ғана білді. Вот осындай нәрселерді айтпайды, одан кейін жынды құсап өзімен өзің жынданасың. Не болды? Қай жерден не істеп қойғанды өзің түсінбейсің. Просто
осы тақырып Диана ханым өзі білет. Я иногда сама скрываю то, что ноги болят, я всегда үндемей, обезболивающее выпью и так далее. Для меня это очень больная тема. Иә, Даринаның шынымен де ондай не деймін енді, протезі бар аяғында, ол рас. Ол бірнеше жылдан бері уақыт өткен сайын қаралып тұру керек, ол темірді дәрігерге арнайы түрде қарату керек. Бірақ мәселе оған байланысты екенін Ерасыл да біз де білмеген сияқтымыз. Енді Диана ханым ол мәселені шеше алғасын мен де білем ғой. Мен енді оған тақап тұрып, енді Дарина, енді сенің андай ойың, если соған қатысты Ерасыл атқансы тоқтатады деген болатын болса, мүлдем қателесесің сен онда. Мен саған шын айтам. Мен саған айтқам, қандай жағдай болсын, бүкіл әлем қарсы болып кетсе де, мен сені қолдаймын деп айтқам. Бірақ соңғы эфирдағы шыны керек, мен содан кейін ашуланып кеттім. Мен Диана ханымға да келіп айттым. Диана ханым досы, Ерасыл не соңғы кезде настроение шыны керек, мен ішкі жанымда не болып кеткенін түсінбей қалдым, шыны керек. Мен саған да кешеде айттым ғой, көңілім біртүрлі болып қалды дедім. То былай, шыны керек. Терация етіп қаласың ғой, сондай жағдай болып қалды да, мен шыны керек. Дым түсінбедім вообще. Не үшін ашуланды, не үшін жылады? Мен мама да сұрады. Халықта жазып жатыр, мысалы, сен ұрасың ба дейді. Шынды керек, шошып кеттім, сонда комментарий өзіме келгеннен кейін. Мамам да сұрап отыр, ұлым сен не істеп жүрсің ана жақта? Қыз баланы жылатып деп маған ұрысып жатыр, мысалы. Жоқ, Ерасылдың кінәсі жоқ мүлдем. Мен сон сен басып ашып айтпадың ғой, шынды керек. Мен 2 күн сол нәрсемен жүрдім, мысалы. Үйге барам, братымен сөйлеседі. Ол маған айғайлайды, сен не жылатасың қызым? Мен шыны керек, не үшін жылатқанмын причинасын мен өзімде түсінбей отырмын да. Мен сосын Даринаға да кеше жынданып, мен үйге барған жоқ болдым, потому что шыны керек, братымен ұрысып қалдым да. Нұрсұлтанға айттым, Нұрсұлтан, сен жалғыз тұрып жатыр екен, Нұрсұлтан екеуміз. Нұрсұлтан, жүр, сен үйіне 3-4 сағат отыр тұршы. Нұрсұлтан көзінше звондадым саған. Нұрсұлтан, білесің сен, иә? Шыны керек, Дарина. Я просто никому не говорила, я не хотела даже никому говорить. Неге, Дарина, ол бізге айтпа, мейлі, ешкімге айтпа, бірақ Ерасыл сенің жұбың ғой. Қорқыттым, Диана ханым. Неден? Ерасыл бір ақмақ жігіттердің қатарынан емес, сенің бір ауруыңды ести сала, ат-тонын ала қашып жүгіретіндей. Сіздер жақынсыздар ғой, қанша ай өтті, осы отырған қатысушылардан Ерасылға сен жақынырақсың. Я просто не хотела. Я даже маме не говорила. Я не хочу, чтобы мама даже переживала. Просто шын Диана ханым, мен білген де жоқпын да бұл нәрсені. Мен просто не үшін жылады, не үшін күлді, не үшін ашуланды? Мен шыны керек, Дарина, білген де жоқпын. Қандай жағдай болатын болса, мен бұл кісіге айтқам. Білдім де осы кісінің аяғында осы протезі бар, несі бар екен. Мен айтқам, қандай жағдай болсын, мен сенің жанынан табылам. Бірге женеміз, ең бастысы бір-біріміздің арамызда ешқандай жасыратын нәрсе, алдамшы нәрсе болмасыншы. Қандай жағдай болсын, Дарина, мен сенен өтініп сұрайын ба? Тек алдама, қайда барасың, кіммен барасың, не істейсің, не істегелі жатсың, маған шындығында айт, болды. Қалған дүниені ертең бетін ашып алатын болсақ, бірге женеміз деп айтқан болдым. Шыны керек, 2 күн адамды жынды қылдырып қойдым. Бүткіл мен ешкіммен сөйлесе алмадым. Шыны керек. Я тоже не могу, я не знаю, что делать. Кеше расымен де Дарина түнде қателеспесем бір 12-нің кезінде хабарласты, дауысы дір-дір етіп, бір жыларман болып, мен болды Ерасылмен сөйлеспеймін, рахмет сіздерге, мен ертең барып бір нүктесін қойып қайтайыншы, мен Астанаға шұғыл кетуім керек. Не болды, асықпа, ертең кел, сөйлесейік десем, осылай, ертең сіздерге айтам барлығын деді. Жоқ, Диана ханым, осы нәрсені басын ашып айтатын болатын болса, Астанаға бару керек болатын болса, мен сіздердің келіп өтініп сұрайтын едім, Диана ханым, рұқсат болса, бірге барып келейікші, бірге емделіп келейікші депші. Осы 3-4 күн уақыт сұрап сіздерденші. Айтқан да жоқсың ғой, шыны керек. Жынды қылып қойдым бар ғой, шын. Мен де шыны керек 2 күн не істерімді білмейтін, Диана, сізге қанша рет жақындадым ғой. Қатысушыларда, Нұрсұлтанда да, мен шыны керек, Нұрсұлтан үйіне 2 күн болды, барып жүргенші. Кішкене отырам. Нұрсұлтан айтады, қонасыншы дейді, мен сағат 2-1-ге дейін отырам да, үйдегілер ұйықтап қалған шейін, ұйықтап қалғаннан кейін сосын барып кетіп қалам. Нұрсұлтан айтады, үйге жатасыншы, жоқ деймін. Бәрі ұйықтап қалсын, сосын барып. Потому что менен де сұрайды да, не болып жатыр, не үшін жылады? Мен оның причинасын білмеймін, потому что жауап жоқ менде.
Ерасыл, кешірші, правда, я не думала. Я просто привыкла свои проблемы сама решать. Енді барлық мәселелерді Ерасылмен бірге шешуді үйрен. Соны әдетке айналдыр. Сен жалғыз емессің. Сенің жанында жан ашырың бар. Сіздер жұпсыздар, қайталап айтам. Қуанышты екіге бөлісіп, қиындықты тағы бөлісетіндей сәттеріңіз ғой. Шыны керек қой, Диана ханым, осындай сәттерде бір-біріне қолдау көрсетпесең, шыны керек, мен білген де жоқпын да, егер де шыны керек осындай денсаулығына қатысты не болып отыратын болса, шыны керек, оның Египеттің де шыны керек солған жинаған ақшан қаражатты одан соның денсаулығына жұмсайық, барып емделіп келейік. Мен сұрайтын едім, шыны керек, осы нәрсені сен алдын ала айтқан кезде, Дарина, мен Диана ханымға мен тікелей келіп, Диана ханым осындай жағдай болып отыр екен, рұқсат болса, Астанаға барып бірге емделіп келейікші деп, мен шыны керек уақыт сұрайтын едім. Диана ханым, мен айтып жіберейінші, иә. Мысалы, енді бәрі түсінікті ғой, денсаулық жоқ деп айтып тұр, иә. Сіз Әсел, денсаулық жоқ керек емес. Жарайды, я скажу свое мнение. Мысалы, сендер жүпсіңдер да, 2 ай уже жүрватсыңдар, даже больше 2 айдан. Сендер жүп сияқты, мен сізге, біз сүйсініп қарағымыз келеді да сендерге. Сендерде постоянно, то боевик, бүгін мелодрама, то боевик, то еще. Сендердің спектакльдерін жалықтырып жіберді да адамды. Мысалы, хорошо, сендер жүп болсаңдар, сырға салу рәсімі, вот орамал, қайда ол бәрі? Ол вообще бола ма? И ну, если болмаса, тогда мұқтаж жандарға орындарын босатыңдаршы. Действительно, надоел ваш спектакль уже. Аселя, қойшы. Действительно, какой здесь был боевик? Сегодня надо же показать себя вот такой прям хороший. Я понимаю, то, что ты говоришь, нет, так не говоришь, то, что денсаулық нет, либо еще что-то. Просто действительно, алдында пранк жасадыңдар. Просто ойнатып, ойыншық ұқсап істеп жүрсіңдер. Просто есть мұқтаж жандар, которые действительно нуждаются, действительно. У вас нету, андай, даже любовью не пахнет арасынан. Сендер не істеп жүргенмен вообще. Аселя, қойшы сен айтпа қойшы сен, вообще. Бірінші үміткер қабылдап үйреніп ол сен жарым. Ерасыл, мен айтайыншы, мағыл сан жарайды. Жоқ, мен өзім білем, қалай үміткермен қабылдайын ба, это мен өзім өмірім. Просто мен со стороны не көріп тұрған. Біздің өмірімізде жарай ма, мен саған айтайын. Ерасыл, сен елге осылай жақсы болып көргің келеді, осылай маска киіп, до сих пор осылай отыра бер маскамен. Жақсы болсаң жүп болып жүрмейсің ба осы жерде? Жақсы болсаң жүрмейсің ба жүп болып? Жүрем, уақыты келеді, просто сендер действительно. Сен бірінші жүп боласың, сол кезде айтасың. Сен әлі жүп болып көрмеген жоқсың. Сен маған қолыңды сілтеме. Так что, ештеңке демей қой. Ерасыл, киіп жүрдің, солай кие бер. Сабыр. Ерасыл, сен деген бір жұлдыз ауырына шалып кеткен сияқтысың, сөз көтере алмай қалып тұрсың. Кішкене пікірді, өз ойын көтерсеші, біз де сен сөйлегенді тыңдаймыз. Спокойно тыңдап болған соң жауап береміз. Қандай жұлдыз, сен естіп отырсың ба? Естіп отырмыз, бірақ қандай жағдай болып жатыр? Салтанат, қандай жағдай болып жатыр, иә? Мысалы, қайдағы спектакль? Что завтра не скажете, что это пранк, деп? А вы не скажете, что это завтра пранк? Ты больная, что ли? Ты сама больная. Ты больная, что ли, тебе сейчас снимок принести? Поехали со мной в больницу, если не веришь. Мне ничего не надо, просто слишком много пранка было. Ты просто... Мне что, сейчас штаны снять, показать тебе свой протез, пошли в больницу. Я тебя хорошо слышу. Просто... До такой степени можно здоровьем. Поехали со мной сегодня вечером. Дарина, я никуда с тобой не поеду. Я никуда с тобой не собираюсь ехать. Вы уже прекрасно Успокойся, Дарина. Истерика уже здесь стоит. Успокойся, я тебя услышала. Мен өз пікірімді айттым, болды. Сабыр, қыздар, қойыңыздаршы. Қыз баласың бар ғой. Диана ханым, Асель ханым түсінбей тұрмын да, өзіңіздің де қызыңыз мында жылайсыз ғой, ауырады, анау неге ауру адамға издеваться етіп отырсыз мында? Мен издеваться етіп тұрған жоқпын, просто мен сенің кіремей тұрмын. Сіз просто қарасаңызшы. Потому что кеше ауырған адам кеше қандай болды, бүгін ауырып қалды ма сонда? Тыңдай тұрыңызшы. Менің қызыммен оны не сравниваю, менде қызым вообще другая история менде. Асель ханым, сіз бұрынғы эфирларды қарасаңыз, бұның Инстаграм страницасында да суреттер бар. Егер сіз сенбесеңіз, соның бәрін ақтарып келіп, мында по факту сөйлеңіз. Мында мен білем, кейбір қатысушылар білетін. Мен вообще Даринаның вообще денсаулығы жайлы айтқан жоқпын. Жаңа начале денсаулық жоқ деп сен маған айтпа деп сен өзің жаңа солай айттың. Просто мен не про Дарину айтып жатырмын. Просто сендер жүпсіңдер, қашан сендер сырға. Сөзіңізді бөлейін, бізде жарнамадан кейін қайта жалғастырамыз.